Балалар тобы өздерін таныстырып өтсін. Allah öncelikle en şapşan cübületin canı kaçsa? Şapşan cübületin canı var, o? Koyan. Ешкінікі? Laq. Қайда, правой. Қойдың төлін қалай атаймыз? Қойдың төлі. Қалай айтамыз? Қозы дейді. Фараби, жылқының төлі қайтып айтылады? Жылқы. Қоғын деген соны айтпайсың. Ал у нас түйенің төлі қайтып айтылады? Түйенің төлі. Түйенің баласын қалай айтаймыз? Сөзі аяқтамай қапты. Негізі бірақ құрастырылуы дұрыс. Бірінші ортадағы сөйлем, одан сөйлем. Жақсы, бірінші білгірлер тобы бітірді. Енелік пайдалы жәндік. Ол шыбын масамен қоректенеді. Мен оның суретін салдым. Дұрыс құрастырылған. Мәтін дұрыс құрастырылды. Түлкі аң. Түлкінің терісі бағалы. Ол таулы жерде орманда тіршілік етеді. Мәтін дұрыс құрастырылған. Түгелі бір-бір оқай береміз. Ең соңда осы оқайларымды санайсыздар.